Адамдар дейді, өмір сүріп жатыр дейді, өмірден сүріп өтіп кетіп жатыр дейді кейбір адамдар. Дүниедегі ең бақытты ләззатты таппай кетіп жатыр дейді. Не ол десе, иманның ләззатын татпай кетіп жатыр дейді. Адамдар иманның ләззатын тата алмай, таба алмай, құдайларына құл бола алмай кетіп қалып жатыр өмірден дейді. Не өмір дейді ол? Оны тапқан не жоғалтыпты дейді. Құдайды тапсаң не жоғалтасың? Оны жоғалтсаң не таптың ал дейді. Ештеңе таппайсың. Ештеңе жүрегіңе тыныштық әкелмейді. Иман Құдаймен байланыстан басқа ештеңе жүрегіңе тыныштық әкелмейді. Болды. Сондықтан ана Құдайға ренжи беруді қою керек. Бізде Құдайға ренжитіндер көп қой. Шаруа жүрмей жатыр мысалға да, намаз оқып жүретін шаруа. Енді жүрмей жатыр дейді да, намаз бастап едім, сонда да жүрген жоқ шаруа дейді. Ойпырмай а. Намаз бастасаң шаруаң жүріп кетеді деп кім айтты саған?